папа андай да, сөйлесесің ғой, звондайсың ғой. Мысалы, мамамен сөйлесе бересің. Қалайсың дейсің ғой. О, қалайсың аман? Мамамен сөйлесе бересің любой диалогқа. Папамен әңгіме коротко и ясно. 7 секундтық әңгімелер ма? 7 секундтық. Папа, ассалаумағалейкум дейсің. Ой, сон. Болды. Қалайсың? Жас. Мен де жақсымын. Жаңалық, аман. Өзінде қалай? Нормально. Сөйт, тастап жіберем телефонды. Андай. Ол бір-ақ рет, иә? Содан кейін сөйлескен жоқсыңдар. Аптасына, айына кейде бар ғой, бір-ақ рет сөйлесесің, и андай жаңағыдай. Мамаңмен сөйлесші дей салады, болды. Диалогқа жоқ біздің батя. Негізі бар ғой, мен дәкеңе қуанамын ше. Мысалы да, адам енді ауылда жүрген неге бір косяк жасап қоясың да, қора өртеп қоясың. Ебать, не деген ауыл? Мысалы, қора өртеп қойсын, адам өлтіріп аласың. Вдруг бір косяк жасап қоясың да, ішіп аласың мысалы да. И папасымен 7 секунд сөйлесе, шыдап берсе болды ғой. Мал, алдан батя 7 секунд, так. 7 секунд сөйлейді. 20 минут ұрады. Түсінсің ба? Ол ұру жағы кірмейді ғой. Диалог жоқ, ауызға жоқ. Әрекет ұруда дедлайн жоқ деші керек. Не үшін олай болды? Сұрақ. Өйткені кішкентай кезден ол. Так, детский травма деп атайды оны. Психологический травма ғой. Жоқ, блядь, детский травма. Бізде бүгін психолог Шерхан ба, Дархан ба? Мен ойымша ол детский травма. Сен ойынша психологический травма ма? Мен сөйтіп айт онда өзім мнением. Менің мнением араласпа. Давай.